осылай уведомление келіп тұрады. Мына түсінбедім, түсіндім, толықтай түсіндім деген сияқты. Ашып көрсек болады. Мына түсінбедім. Мира деген кісі осылай жауап беріп. Енді оқушыларға жібергеннен кейін оқушылар осы ссылка бойынша, мысалы, түсінбедім болатын соның астындағы ссылканы басып, мына екі интернет платформасы беріледі, яғни өзі қалаған платформасына тапсырса болады. Мысалы, Google Chrome'да соны басамыз. Google Chrome'да басқаннан кейін как вас зовут, яғни аты-жөнімізді жазамыз. Продолжить дейміз. Мына бүгінгі сабақты қалай түсіндің? Мына түсінбедім дегенге мына мен жауап бердім. Сделано деп тұр. Яғни қазір мұғалім өзінің приложениесіне қараса, мына түсінбедім деген жауапқа менің жауабым тұрады. Яғни оқушылардың жауаптары. Назарларыңызға рахмет.